Армысыз құрметті оқырман қауым. Мен республикалық Білім айнасы газетінің Қарағанды облысы бойынша меншікті тілшісі Құрманғазы Өтебаймын. Егер сізді ғылым мен білім, спорт пен өнер қызықтырса, ұрпақтың тәрбиесі, ұлттың сауаттылығы, тіл менен тарих толғандырса, онда газетке 2019 жылдың екінші жартысына жазылыңыз. Құрметті оқырман қауым, мен Ерболат Сұлтанұлы, Қарағанды облысы бойынша республикалық Білім айнасы газеті мен Білім айнасы сайтының меншікті тілшісімін. Қазіргі таңда өңіріміздегі үздік ұстаздарды насихаттау барысында жұмыс жасап жатырмын. Егер де сіздер республикалық Білім айнасы газетіне қолдау көрсетіп, 2019 жылдың екінші жарты жылдығына жазылатын болсаңыздар, онда біз сіздермен жұмыс жасауға әзірміз. Мен Ана Велеусіз қызы республикалық Білім айнасы ғылыми танымдық газетінің Қызылорда өңірі бойынша тілшісі боламын. Егер сіз өзіңіздің тәжірибеңізбен республика көлемінде бөлісемін десеңіз, Білім айнасы газетіне жазылыңыз. Армысыздар, құрметті оқырман. Менің есімім Абай Сәдібекұлы. Республикалық ғылыми танымдық Білім айнасы газетінің Түркістан облысы бойынша меншікті тілшісі боламын. Құрметті ұстаздар, егер де сіздер Білім айнасы газетінің ынтымақтастығын орнататын болсаңыздар, біз сіздер үшін әрдайым қызмет етуге дайынбыз. Аса қадірменді оқырман қауым, мен Омар Құрмашұлы республикалық Білім айнасы газеті мен Білім айнасы сайтының Алматы облысы бойынша меншікті тілшісі боламын. Егер еліміздегі білім саласының тың жетістіктері мен жаңалықтарынан хабардар болғыңыз келсе, біздің газетімізге жазылуды ұмытпаңыздар. Біз сіздер үшін күндіз отырмай, түнде ұйықтамай қызмет етуге әрқашан дайынбыз. Қаласы Алматы облысының білім үздіктері. Менің есімім Жадыра Бағашар Жұмаділқызы, Білім айнасы республикалық ғылыми танымдық редакциясының Алматы қаласындағы журналист тілшісімін. Біз 2019 жылдың екінші жарты жылдығына Білім айнасы газетіне жазылымды бастаймыз. Сіздер бізді қолдасаңыздар, біз сіздерді қолдаймыз. Құрметті оқырмандар, мен республикалық Білім айнасы ғылыми танымдық газетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша меншікті тілшісі Жазат Салауатқызымын. Мен өңірдегі үздік ұстаздардың, озық ойлы шәкірттердің, тәжірибелі ұжымдардың мәртебесін көтеруге өз үлесімді қосып келемін. Осы ретте сіздерді Білім айнасы республикалық газетіне 2019 жылдың екінші жартыжылдығына жазылуға шақырамын. Қайырлы күн, құрметті оқырман. Менің есімім Пернебаева Жансая Құрманғалиқызы. Республикалық ғылыми танымдық Білім айнасы газетінің Жамбыл облысындағы меншікті тілшісімін. Біз өңірдегі ұлағатты ұстаздар мен дарынды оқушыларды әрдайым насихаттап келеміз. Егер де сіздер білікті ұстаздардың қатарында болсаңыздар, 2019 жылдың екінші жарты жылдығына Білім айнасы газетіне жазылыңыздар.